Цифрлық педагог болу ол мен үшін білім мен технологияны тоғыстырып оқушыны болашаққа жетелеу. Мен Тасыбек Меруерт 198-ші мектеп гимназиясының биология пәні мұғалімі. Мен сабақ беру үрдісінде цифрлық технологияларды қалай тиімді қолдану керек екендігін көрсететін боламын. Ең алдымен сынып жетекші ретінде адал азамат, адал табыс, адал еңбек ұғымдарын тереңірек түсіндіру үшін бейнебаян көрсетіп, одан кейін оқушылармен талқылау жүргізген болатынбыз. Ол үшін мен Padlet тақтасын қолдандым. Ол үшін Padlet тақтасына кіріп, тақырыпты жазасыз. Тақырыпты жазғаннан кейін сізге бірнеше сұрақтарды ұсынады. Ішінен ыңғайлысын таңдап алғаннан кейін оқушылармен талқылау сұрағы ретінде арнайы жасап қоясыз. Одан кейін өз ойыңызды білдіруге болады. Оқушылармен бөлісу үшін осы QR кодты қолданасыз. QR код арқылы оқушылар кіріп, өздерінің ойларын еркін түрде жазады. Сабақ басында оқушылар топқа бөлу үшін Flipity платформасын қолданамын. Ол үшін оқушылардың тізімін қоямын, артынан осылай бірнеше топтарға бөліп аламын. Оқушыларға өсімдіктердің ішінде жүретін тасымалдау процесін көрсету үшін Sketchfab платформасын қолданамын. Бұл жерде әртүрлі үрдістердің 3D форматындағы видеоларын көруге болады. Оқушыларға жаңа тақырыпты түсіндіру барысында айқын әрі анық визуалды тұрғыда түсінікті презентациялар жасау мен үшін маңызды. Ол үшін мен Canva қосымшасын қолданамын. Canva қосымшасында презентациялар жасау оңай әрі өзіңізге ыңғайлы форматта көшіріп алуға болады. Оқушылар арасындағы ұжымдық дағдыны дамыту маңызды болып табылады. Топтық жұмыс жасау үшін ең алдымен Gemini платформасын қолданамын. Ол жерге мен 4 түрлі топқа арналған 4 түрлі тапсырма жасап беруін ұсындым. Одан кейін мен Defeat for Teachers сайтына қойып, әр топқа бір-біріне ұқсамайтын тапсырмаларды құрап алдым. Бұл сайт арқылы сіз мәтінді қойғаннан кейін мәтінге байланысты арнайы дайын тапсырмаларды бірден құрап береді. Бұл жерде тапсырмалардың бірнеше түрлері бар. Сізге құрап бергеннен кейін ол тапсырмаларды оңай көшіріп аласыз. Ал жұптық тапсырма үшін мен жасанды интеллект құралы Teachshare платформасын қолданамын. Бұл жерге сіз тақырыпты жазғаннан кейін және де қандай тапсырма құрап беруін де жазуға болады. Артынан сізге осындай 3 парақтан тұратын немесе 4 парақтан тұратын тапсырмалар парағын жасап береді. Бұл тапсырмаларды да сіз шығарып алуға болады. Ал ата-аналармен тығыз байланыста болу үшін мен Google Диск платформасын қолданамын. Бұл жерде сыныптың тізімі, сыныпқа қатысу журналы, сыныптың үлгерімі, барлық ақпаратты осы жерге сақтаймын. Ата-аналармен бөлісіп отырамын.